қажыларға қызмет етіп жүрген кездерде үлкен кісілердің көбісі үлкен өкініш айтып жатады. Көбісі айтады, сәл жастау кезінде, күшім бар кезінде неге келмедім екен? Мынау Малайзия мен Индонезия бар ғой, тек жастар барады. Не үшін десе, сол жерде дұға міндетті түрде қабыл болатынын білгендіктен олар алғашқы жұмысқа тұрған кездегі алатын жалақысының барлығын қажылыққа жинайды екен. Сөйтіп қажылыққа жетіп алғаннан кейін Арафатта тұрып, Қағбаның алдында тұрып, Раббым маған ақылына көркі сай иманды жар нәсіп ет. Өмірде берекелі кәсіп бер. Алла тағала маған бір жақсы үй салып алды нәсіп ет. Алла тағала бізге екі дүниеде қуантатын перзенттер бер. Құдай тағала бізге бір қайырлы көлік бер. Алла тағала мына дүниеде ата-анамды разы қылатындай ғұмыр кешуді нәсіп ет. Деген сияқты жалпы өмірге адам баласының мына жүріп өтетін осы бір қысқа ғұмырында не нәрсе керек болады адам баласына, соның бәрін сұрап алып барып, одан кейін өмірге қадам басады екен де жаңағы жастар. Анау әбден қартайған уақытқа қалдырмайды да, қажылықты.